Қытайда ақша көп, Қытайдың инвестициясына бүкіл әлем зәру. Сендер неменеге Қытайдан қорқып отырсыңдар? Онда Марсқа көшіп кетейік. Қызықсыңдар. Сендердің үйлеріңе кіру керек па? Гостиница жатпаған қаяқта жатады енді. Қазақша сөйлеп деп қойсыңдар еще. Соттап кетеді ана екеуі ертең деп. Шығыс Қазақстан облысының әкімі аягөз тұрғындарын жұбатқандай бір әңгіме айтқандай болды, бірақ оған ешкім сеніп жатқан жоқ. Негізі әкім мырза, сіз былай жауап беруіңіз керек еді. Дұрыс емес, инвестицияға тіреліп отырғансыз. Ешкім сенбейді. Инвестиция деген не? Алдымен осыған жауап табайықшы. Инвестиция деген, ол деген қайыр сұрау. Ал қайырды кім сұрайды? Білімсіз, надандау, қолынан боқта келмейтін халық әрдайым қайыршы болып өтеді. Өмір бақи. А біз қандай халықпыз? Бізде де ақша жоқ па? Бүкіл таблица Менделеевтің үстінде отырмыз ғой біз деген. Біз әлемдегі ең бай халықпыз. Бірақ сол байлықты біз меңгере алмай отырмыз дұрыс. Неге? Білімділігіміздің төмендеуінен, немесе білім бар болса, ол адамдар орнында отырған жоқ. Каждый адам дұрыс емес жерде отыр. Түсініп отырсыз ба? Сол себептен надандық бар. Надан болғаннан кейін мынау бар, коррупция бар. Сіз айтып отырған жолды қазақтар сала алмайды деп отырсыз ба? Кез келген қазақ компаниясы сала алады оны. Егер де бөлінген ақша түбегейлі сол жерге жететін болса. А бізде қалай? Жетпейді ол. Анау алып қалады, мынау алып қалады. Біз білеміз ғой тендер қалай ұтатынын. Оның несін жасырасыз? Ауруын жасырғаны өледі демекші. Ал енді Қытаймен неге дос болу керек екен? Енді соңына шейін тыңдаңыздар. Жан-жағыңызды қараңыздаршы, отырған жерлеріңізге. Кімнің тауарлары? Барлығы Қытайдың тауарлары. Бұрын Ресейдің тауары көп болатын, Белоруссия деген. Қазір Қытайдың тауарлары көп. Неге? Өйткені Қытай әлемдегі ең дамыған халықтардың, мемлекеттің алдында кетіп бара жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Бұрын американдықтар чиптерді ана компьютерге, роботтарға, соткаға салатын бүкіл чиптердің бәрін темірден жасайтын болса, қазір Қытайлар оны күн сәулесімен наращивайтын өсіріп жатыр оны. Ол үлкен білімділікті қажет етеді. Яғни олар білімге бет бұрған халық. Содан кейін алға қарай кетіп бара жатыр. Ал енді біз қараңыз, екі мемлекеттің қатарында отырмыз, екі державаның ортасында менен дейік біз. Кіммен дос боламыз? Құлдырап жатқан мемлекетпен бе, өз-өзіне шаруасы жетпей жатқан, немесе мықты мемлекетпен дос боламыз ба? Кіммен шекаралас, кімге айқара ашып солармен дос боламыз? Мыналармен, конечно. Другой вопрос, сен білімсіз болсаң, дәстүріңе берік болмасаң, қорқасың сондай. Депутаттар бар ғой кейбір, журналистен қашады. Не үшін қашады? Жауабы жоқ, өйткені білім жоқ, не істеп отырған өзі білмейді. Кім арқылы келгенін. Сондай болмау керек. Білімді болсақ, ол қызымызға ие болып, шекара ешкім жаулай алмайды.